Баршаңызға сәлем. Бүгін біз барлығымыз білетін витаминге бай өте пайдалы жеміс лимонның пайдасы мен зиянды тұстары туралы, лимон қосылған судың денсаулыққа пайдасы және оны қабылдаудың негізгі ережелері туралы айтатын боламыз. Пайдалы қасиеттерінің арқасында лимон бүкіл әлемге танымал болды. Біздің ағзамыз мұндай жемістерді қажет етеді. Бірақ оны пайдаланудың шегі бар. Өйткені шамадан тыс қолданған жағдайда организмге кері әсерін тигізуі мүмкін. Сонымен лимонның ағзамызға пайдасы қандай? Лимонның құрамында аскорбин қышқылы көп мөлшерде болғандықтан, ол қартаюды баяулатады. Онкологиялық аурулардың дамуына кедергі жасайды. Холестеринді ағзадан шығарады және денеге қуат береді. Суық тиюдің немесе тұмаудың алдын алу үшін қолданылады. Құрамындағы дәрумендер иммунитетті нығайтады. Нәтижесінде адамның ағзасы аурумен тиімді күресе алады. Сондай-ақ оның көмегімен дене температурасын төмендетуге болады. Лимон асқазанға пайдалы. Ол ішекті тазартады, токсиндерді шығарады және зиянды бактерияларды жояды. Лимон шырынын косметологияда кеңінен қолданады. Оның негізінде көптеген маскалар жасалады. Макро және микроэлементтерінің арқасында май бездері қалыпқа келеді. Терінің ылғалдылығы сақталады. Безеуді кетіреді және әжім мен қартаюдың алғашқы белгілерімен белсенді күреседі. Егер ангинаның алғашқы белгілері байқалса, тамақты лимон шырынымен шаю ұсынылады. Бұл процедураны әр 3 сағат сайын қайталауға кеңес беріледі. Құрамындағы калий қан қысымы нормаға келеді және миды нәрлендіріп отырады. Сонымен қатар сүйектердегі кальцийді сақтайды. Лимонды күнделікті тұтынудың ең пайдалы әрі тиімді жолы бұл күн сайын таңертеңгі уақытта лимон қосылған суды қабылдау болып табылады. Лимон суының пайдасына тоқталатын болсақ, лимон шырыны қосылған су жаздың аптап ыстығында таптырмас сусын. Ол шөлді қандырып, ағзамызға қажет дәрумендер мен минералдардың орнын толтырады. Лимон қосылған судың ас қорытуда маңызы зор. Биологтардың айтуынша, лимон қышқылы асқазан ұйқы бездерінің секреция жұмысын жақсартады. Бауырды токсиннен тазалауда да лимон суының пайдасы тиеді. Адамның иммундық жүйесін нығайтып, жүйке жүйесін қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар, лимон қосылған су адамның қан қысымын реттеуге көмектеседі. Оның құрамындағы пектин талшықтары аштықты басатын қасиетке ие. Алайда лимон суының зиянды тұстары да жоқ емес. Оларға тоқталатын болсақ, асқазан ішек аурулары кезінде лимон қосылған суды пайдаланбаған жөн. Бұл жағдайда жемістерді қабылдау қатаң шектеледі. Салдары ауырсыну, спазм және күйік сияқты жағымсыз симптомдарды тудыруы мүмкін. Егер сізде тіс ауруы бар болса, лимон қышқылы теріс әсер етеді. Тіс дәрігерлері тіс саулығын сақтау үшін жемістерді қолданғаннан кейін мұқият шаюды ұсынады. Лимон ангинаның бастапқы кезеңіндегі күресте тамаша көмекші. Қабыну процесі айқын болғанда, оны пайдалану тек тітіркенуді, ауырсынуды күшейтеді. Емделуге кедергі келтіріп, жаралардан қан кетуге әкелуі мүмкін. Бүйрек ауруларына шалдыққан адамдарға да көп мөлшерде пайдалануға тыйым салынған. Өйткені несеп айдайтын әсері өте мықты. Цитрусты жемістерге аллергия болған жағдайда дәрігерлер лимонды абайлап пайдалануға кеңес береді. Лимон суының пайдасын көру үшін оны қалай дұрыс қабылдау керектігін білу қажет. Лимон шырыны қосылған суды пайдаланудың негізгі ережелері. Лимон суын таңертеңгілік уақытта ішу керек. Таңғы астан 20-30 минут бұрын ішсеңіз, дәрумендер ағзаға сіңіп үлгереді. Қалыпты норма күніне 1 стакан. Одан артық ішудің қажеті жоқ. Лимон шырынын жаңа сығылған балғын күйінде ішкен дұрыс. Себебі уақыт өте келе қышқыл мөлшері тым жоғары болып кетеді. Лимон суының температурасы міндетті түрде 30-36 градус болғаны абзал. Одан төмен немесе жоғары болса, асқазанға зақым келтіру қаупі бар. Ешбір жағдайда су суық болмауы керек. Сусынды ішкеннен кейін жарты сағаттан соң міндетті түрде тамақтану қажет. Аш қарынға ішіп, әрі қарай жүре беруге болмайды. Бұл міндетті шарт. Таңғы ас қабылдамасаңыз, асқазан шырыны асқазанның қабырғаларына кері әсерін тигізеді. Лимон суын дайындау үшін пропорциялар келесідей. 1 стақан су үшін 1 шай қасық лимон шырыны және 1 шай қасық бал қосуға болады. Жалпы аш қарынға бал қосылған су лимонның әсерін күшейтеді. Әсіресе арықтауға ықпалы зор.
Дүкендегі лимон қосылған бөтелкедегі су лимон шырыны қосылған суды алмастыра алмайды. Жарнамалық ұрандарға алданып қалмаңыз. Міне, лимон қосылған судың ағзамызға пайдасы орасан зор екенін көріп отырмыз. Оның дайындалу жолы да өте қарапайым. Денсаулығына алаңдаған барлық адамға қолжетімді. Ендеше осы денсаулық сусынын күнделікті қолдану біздің ағзамыз үшін өте пайдалы болар еді. Бүгінгі пайдалы ақпаратымыз ұнаған болса, арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта болатын жеңіл рецептілер мен пайдалы кеңестерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.